Менің каналыма қош келдіңіз. Бұл медитация рухани саяхат десек болады. Бұл өз тегіңізбен байланыстырады. Тегіңізбен, өмір көзімен. Елестетіңіз, артта тұрған бүкіл ата тегіңізді. Ол сізді Құдайдың жаратылысымен байланыстырады. Сізді күшпен, даналықпен толтырады. Бұның бәрі сізге ата тегіңіздің әрбір адамынан келді. Біздің ата тегіміз ғажап күшке толы. Сонымен қатар, олар жарақаттарға да толы. Олар бізге генетикалық мұрамен келген. Генетикалық ағашпен міндетті түрде жұмыс жасау керек. Біз оларды құрмет тұтып, алғыс білдіруіміз керек. Арқаңызды тік ұстап, өзіңізге жайлы отырыңыз. Көзіңізді жұмыңыз. Денеңізді байқаңыз. Теріңіздің киіміңізбен контакт жасап тұрғанын сезініңіз. Жай және тынышпен дем алыңыз. Дем шығарғанда барлық напряжение кетіп, сіз дем алудасыз. Дем алып, дем шығарғанда арасындағы паузаға көңіл қойыңыз. Сіз үлкен тыныштық кеңістігіндесіз. Сіз өзіңіздің өмір бастау көзіне келдіңіз. Ішіңізден күшті байқауға тырысыңыз. Оны қалай қабылдап жатырсыз? Энергия ретінде ма? Жылулық ретінде ма? Мүмкін сіз оны бұлшық еттеріңізде сезіп жатырсыз. Деміңізде немесе тыныштықта сезінудесіз. Бұл ішіңіздегі көзден шығуда. Ол сізге ұзақ жол жүріп келді. Күш сіздің ата-анаңыздан келуде. Оларды білесіз ба, жоқ па? Олар тірі ма, қайтыс болды ма? Олармен қандай қарым-қатынастасыз? Бәрібір оларды елестетіңіз. Арқаңыздың артында сіздің ата-аналарыңыз тұр. Әкеңіз оң жақ иығыңыздың жанында тұр. Анаңыз сол жақта. Егерде олардың жолдары айырылып кетсе де, олар бірге тұр. Олар сізде біріктірілген. Олардан келіп жатқан күшті байқаңыз. Ата-анаңызды көргенде сізде физикалық және эмоциялық деңгейде қандай өзгеріс сезудесіз? Ол жылулық немесе салқындық болуы мүмкін. Ол күш сізді не алға, не артқа тартуы мүмкін. Сіздің басыңызға қандай эмоциялар мен ситуациялар келуде? Сізде пайда болған кез келген сезімді қабылдаңыз. Енді сіздің ата-аналарыңыздың артында олардың ата-аналарының тұрғанын елестетіңіз. 4 адам, олар сіздің аталарыңыз бен әжелеріңіз. Папаңыздың арқасында сіздің атаңыз бен әжеңіз. Мамаңыздың арқасында сіздің атаңыз бен әжеңіз тұр. Олардан да
күш келуде. Енді сіздің сезіміңіз қалай өзгерді? Сіздің артыңыздан папаңыз бен мамаңыз, аталарыңыз бен әжелеріңіз тұрғанда, сізде пайда болған кез келген сезімді қабылдаңыз. Енді сіздің аталарыңыз бен әжелеріңіздің артында олардың ата-аналары пайда болды. 8 адам. Бұлар сіздің арғы аталарыңыз бен әжелеріңіз. Олар пайда болғанда не сезінудесіз? Енді сіздің арғы аталарыңыз бен әжелеріңіздің ата-аналары келіп, бүкіл ата тегіңіз пайда болды. Олардың артында 16 адам тұр. Сосын 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, тағы да мыңдаған, миллиондаған адамдар сіздің арқаңызда тұр. Бұлардың барлығы сіздің ата тегіңіз. Ерлер мен әйелдер тең. Барлығы сізбен байланыста. Олардың барлығы сізде жиналды. Сол кісілер арқылы сізге өмір сыйланды. Солардың біреуі болмаса, сіз өмір сүрмес едіңіз. Сіз болмас едіңіз. Сіздің денеңіздегі әрбір клеткалардағы информация, ол сіздің ата тегіңіздің тәжірибесінен келген. Олар туылып өсті, дүниеге бала әкелді, өлді. Олар жақсыны да көрді, жек көрді. Дұрыс әрекет жасады да, қателесті де. Олардың өмірінде қиын да, қайғылы оқиғалар болды. Сонымен қатар жеңістер де, бақытты оқиғалар да болды. Олар қуанышта, қайғыда көрді. Барлық адамға тән эмоцияларды сезінді. Өз ата тегіңізбен контакт жасағандағы сезіміңізді байқаңыз. Олардың ішінде сіз өткен тәжірибелерді олар да өтті. Олардың ішінде мәселелерді шешкендері де бар. Сіз де ондай мәселелерді кездестірдіңіз. Елестетіңіз. Сіз 180 градусқа бұрылдыңыз, оң жағыңызға. Сіз ата-анаңызды, аталарыңыз бен әжелеріңізді көрудесіз. Ары қарай бүкіл ата тегіңізді көрудесіз. Олардың шеті таусылмайды. Папаңыздың көзіне қараңыз. Мамаңыздың көзіне, аталарыңыздың және әжелеріңіздің көзіне қараңыз. Егер оларды білмесеңіз, жай көз алдыңызға елестетіңіз. Өз сезіміңізге сеніңіз. Сіз енді оларға алғысыңызды білдіріп айтыңыз. Алғыс айтамын. Оларға басыңызды иіңіз. Енді байқаңыз. Сіздің денеңізде немесе ішкі сезіміңізде өзгеріс пайда болды ма? Кез келген сезіміңізді қабылдаңыз. Енді сіз өмірдің сізге қалай келгенін
түсінгеніңізде, солардың ішінде сіздің назарыңызды өзіне аудартқан адам болды ма? Одан сіз сүйіспеншілікті сезіп тұрсыз ба? Сізге ерекше қымбат адам. Мүмкін ол ата-анаңыз, атаңыз, немесе әжеңіз, болмаса алыс тегіңіз болуы мүмкін. Егер де ондай адам болса, назар аударыңыз. Мүмкін ол сізге бір нәрсе көрсеткісі келіп тұр. Болмаса айтқысы келіп тұр. Мүмкін ол сізге бір нәрсе бергісі келіп тұр. Ол сіздің қазіргі өміріңізге маңызды шығар. Жай бақылаңыз. Не болып жатыр? Қазір сіз ата тегіңізден бір нәрсе сұрағыңыз келіп тұрған шығарсыз. Сізге алға жүретін күш керек. Сізге мүмкін қандай да бір сұрақты шешу үшін нақтылық немесе қолдау керек шығар. Сіз сұрағыңызды қысқа да нұсқа қойыңыз. Сіздің сұрағыңызға жауап жақын арада келуі мүмкін. Ол күтпеген жерден келуі мүмкін. Ол түсіңізде, белгілер түрінде, түсінік ретінде келуі мүмкін. Мүмкін физикалық сезіну арқылы, немесе қандай да бір сөз тіркестері арқылы келуі мүмкін. Мүмкін басқа біреулердің аузынан естуіңіз мүмкін. Сіз тағы да оң жағыңызға 180 градусқа бұрылдыңыз. Арқаңызда ата тегіңіз, алдыңызда өміріңіздің көкжиегін, болашақты көрудесіз. Егер де балаларыңыз болса, оларды алдыңызда көрсеңіз болады. Енді ата тегіңіз артыңызда, өміріңіз алдыңызда болғанда не сезінудесіз? Елестетіңіз. Ата-аналарыңыз қолдарын сіздің иығыңызға қойды. Аталарыңыз бен әжелеріңіз қолдарын ата-аналарыңызға қойды. Солай тізбектеліп кете береді. Ата тегіңіз қолдарын ұрпақтарының иығына қойды. Ойша немесе дауыстап айтыңыз. Мен өз жүрегім мен денемді ата тегімнен күш алу үшін ашудамын. Даналықты, сүйіспеншілікті, мейірімділікті және оның қорғауын аламын. Әрбір өмірдегі басқан оң қадамымды әкеммен, оның ата тегімен жасаймын. Әрбір өмірде басқан сол қадамымды мен анаммен, оның ата тегімен жасаймын. Сүйемін, алғыс айтамын, дәріптеймін. Барлық жүрегіммен, жаныммен, түсінігіммен. Сүйемін, алғыс айтамын, дәріптеймін. Өз ата-анамды және барлық ата тегімді әке жағынан, ана жағынан сүйемін, алғыс айтамын, дәріптеймін. Өзімнің барлық отбасымның мүшесін сүйемін, алғыс айтамын, дәріптеймін. Өзімнің денемді, бүкіл органдарым мен клеткаларымды сүйемін, алғыс айтамын,
дәріптеймін. Жер ананы, барлық адамдарды, жерде өмір сүріп жатқан барлық тірі жанды сүйемін, алғыс айтамын, дәріптеймін. Солай болсын. Ата тегіңіз өз күшін сізге беріп, батасын беруде. Қабыл алыңыз. Сізді ата тегіңіздің күші толтыруда. Бүкіл денеңізбен өміріңізді толтыруда. Сізден сол күштің өтіп жатқанын сезіңіз. Сіз үлкен ағаштың сабағысыз. Енді терең дем алып, жаймен ауа шығарып, осы жерге, осы шаққа келдіңіз. Сіз өзіңіздің қол аяқтарыңызды сезініңіз. Сіз өзіңізді қалай сезіп тұрсыз? Менімен болғаныңыз үшін алғыс айтамын. Егер менің практикам сізге ұнап жатса, өз сезімдеріңізді жазуды ұмытпаңыз. Сізге барлық жақсылықты тілеймін. Келесі кездескенше.